Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры пиццериядағыдай болып шығатын пепперони және маргарита пиццаларының рецептімен бөлісемін. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Жылы су, жылы сүт, қант және тұз қосамыз. Содан соң ашытқы және сұйық май құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлық қажетті ингредиенттердің мөлшерін төменде описанияда жазып қалдырамын. Кейін ұнымызды біртіндеп қоса отыра жұмсақ қамыр илейміз. Мұнда басты ескере кететін жағдай, ашытқы сапалы болу қажет. Егерде қамырыңыз көтерілмеген жағдайда, онда ашытқымыздың дұрыс болмағаны. Сондықтан алдымен ашытқыны тексеріп алу қажет. Осылай кішкене қолға жабысатындай қамыр илейміз. Осылай илеп алған соң қолымызды сұйық маймен майлап, осылай бірнеше рет басып, қамырымыз 2 есе көтерілгенше 1 сағатқа қоямыз. Енді қамыр көтерілгенше салмасын әзірлейміз. Осындай колбасаны жұқалау етіп турап аламыз. Қызанақты да дәл осылай видеода көрсетілгендей жіңішке етіп тураймыз. Содан соң бізге сыр қажет болады. Мен осы дүкендегі осындай сырды алдым. Егерде моцарелла сыры болса өте жақсы. Мен болмағандықтан осындай сырды пайдаландым. Осылай үккіштен өткізіп аламыз. Соусына кетчуп және майонезді араластырамыз. Болмаса пиццаға арналған соусты да пайдалансаңыздар болады. Осылай болып қамырымыз көтерілді. Менде противеннің диаметрі 30 см болғандықтан 250 грамм қамыр пайдаландым. Егерде басқа мөлшерде болса, төменде описанияда қанша грамм пайдалану керектігін жазып қалдыратын боламын. Осылай қамырды жұқалау етіп жаямыз. Осындай жұқа етіп противенге салып астына кішкене бортиктарын шығарамыз. Және соусын құямыз. Және дәмі ерекше болып шығу үшін орегано приправасын қоссаңыздар болады. Бұл кез келген дүкенде сатылады. Сонда дәмі ерекше болып шығып тұрады. Содан соң жаңағы үккіштен өткізілген сырымызды және бетіне жаңағы жұқалап туралған колбасаларымызды қойып шығамыз. Бұл пепперони пиццасы. Содан соң қызып тұрған 250 градус пеште 5-6 минут пісіреміз. Одан артық ұстауға болмайды, себебі қамыры қатты болып, бетіндегі сырлары кеуіп кетуі мүмкін. Сондықтан 5-6 минут қана ұстайсыздар. Осылай жұмсақ болып шығады. Енді маргарита пиццасында дәл осылай қамырын жайып, мен мұнда соусында кетчупты ғана пайдаландым. Осылай кетчупты жағып, бетіне алдымен жаңағы туралған қызанақтарды қоямыз. Ең алдымен дәмдеп жүрсе, сосын осылай қызанақтарды қойып шығып, бетіне сырды теуіп шығып, тағы жаңағыдай 250 градуста 5-6 минут қана пісіреміз. Піспей қалады деп қорықпаңыздар. Толығымен піседі.
міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы қамырмен кез келген начинкамен пиццаны жасай берсеңіздер болады. Сіздермен болған Салтанат. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.